Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына жерде ла юқбаллаху салат ражулин муслим изарах депті. Яғни намазы Аллах Тағала намазын қабыл қылмайды балағы тобынан асып кеткен адамның деп. Енді мына жерде лә қандай лә деп ғұламалардың арасында аздық ихтилаф бар. Кейбір ғұламалар лай нафи дейді, яғни мүлде қабыл қылмайды. Кейбір ғұламалар лай нахи дейді, қайтару дейді. Сауап да бар, қабыл да болады, бірақ күнәһар болады деп айтады дейді. Бұл ихтилаф ғұламаларымыздың арасында Абу Ханифа рахимахуллахтың басқа ғұламалары енді нафи лай бұл мүлде қабыл болмайды деген ғұламалардың өзі екіге бөлінген. Бұл нафи исабат бекен немесе нафи ижабат бекен. Оның мағынасы не? Қандай айырмашылығы бар? Нафи исабат дегенде мүлде түптен қабыл болмайды деген мағына. Нафи ижабат деген қабыл болады, бірақ сауап берілмейді дейді. Негізгі біздің ұстанымыз Абу Ханифа рахимахуллахтан басқа бұл хадиске көре ол да нафи ижабат, яғни исабат болады, намаз қабыл болады, бірақ ода намазда сауап жоқ деген мағына. Мысалы, ла юқбаллаху салатил лижарил масжид илля фил масжид. Намаз көрші мешіттің қасында көрші тұрған адамның намазы қабыл болмайды, тек мешіттің ішінде қабыл болады дегендей. Немесе арақ ішкен адамның намазы қабыл болмайды деген 40 күнге, бұл да барлығы нафи ижабат, яғни намаздары сауабы толық болмайды деген мағына, сауабында кем болады деген. Бұл жерде де сол мағынада нафи қабыл болмайды, тек ол нафи ижабат деп ұстайды біздің ханафи мазхабтың ғұламалары. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.